Сұрағыңызды қайттан қойсаңызшы. Иә. YouTube каналында бір видеолар есіме түсіп кетті да. 10 күн бойы мен тамақ жемей су ішемін дейді. Иә. Сосын анда қысқа не түрінде көрсетеді да. Мысалы, бір күнде міне бір күн әйтеуір шыдадым бүгін. 3 күн өтеді. Сөйтіп бүкіл видеоға сыйғызады да, сонымен или тек алма жедім дейді. Соларды ойлаймын да, астында көп лайк тұрады, комментарий тұрады. Ана шынымен де жемедім екен деймін да. Шынымен де тек арбуз жедім дейді, мысалы, 20 күн арбуз жедім, қараңыз. Сол шынымен де екен, или жаңағы как сіз ютубер ретінде бұлар просто как нема интрига ма, преувеличивать деп негізі біздер бұл жерде, сіздің қалай ойлауыңызға хақыңыз бар ғой, әрине, бірақ мен ютубер ретінде, егер осы жерде ютуб темасына жиналып отырық қой, ютубер ретінде айтатыным, мен оның сценарийіне мән беру керексіз. Келген кезде ол қалай шын істей ма, өтірік істей ма, бізге не важно да ол. Бізде бүйтіп қараймыз, ютубер не істейді бірінші, келіп қарайды, так, одан идея алу үшін. Так, мен мынандай видео шығарсам болады. Лайкын қарайсыз, получается, ана халыққа өтіпті. Давай мен банан емес, басқа темада су ішіп жүрем, или там қалай қарбыз жеп жүрем, иә? Егер сіз істей алсаңыз, істе деп айтпаймын оны, ол денсаулыққа зиян біріншіден. Сіз барасыз, бірінші врачпен ақылдасасыз. Мен істей аламын ба, істей алмаймын ба солай деп. Біріншіден мен кәдімгі көкірегі ояу, көз ашық адам ретінде барып, сұрақ қойып, сұрап, адамда мен істейін деп жатырмын. Ол сұраққа біріншіден солар жауап береді. Солар маман олар. Ал YouTube сценарий мәселесінде хитрствоға баруға болады. Просто істеуге болады, істеп көресіз. Лайкты баса береді. Қазір просто сондай видеолар өтеді да. Сізге, сіздің маңызды, сіз 10 күн бойы аш болып жүру емес. Сізге жаңағыдай комментария, жалпы айтқанда подписчик ақша жасау керек сізге. Фокусты сол жаққа ұстаңыз да былай. Сіз соны көрсете алсаңыз, бірақ өйтіп мен бірінші врачтан ақылдасу керексіз. Егер шынымен істейтін ниетіңіз болса, мен ол жағына жауап бере алмаймын. Ал бірақ ол нәрсе айналыспаған дұрыс деп ойлаймын, потому что адамдар сіз себеп сөйтіп істеп жүруі мүмкін. Именно тамақ жемеу жүру ол деген, ол әр адамға әртүрлі әсер етеді ол. Біреудің ауруы шығады, сол кезде күшейеді, біреу жазылып кетуі мүмкін. Ол адамның жеке бойына қайтады ол. Сол үшін бірақ ол нәрсемен айналыспаған дұрыс. Потому что біз адамбыз ғой енді, адамшылықты да ұмытпауымыз керек та. Контент өскенде білгенімізді істеп, басымызды тығып, хайп қуалап ұстауға болады нормально ше. Дикостьқа баруға болмайды да ондай ше. Мысалы, біреулер айтады, мен бір ай бойы жүгірдім. Челлендж жасайды. Салмақ тастадым. Ондай видеолар бар. Это нормально да, мотивация береді. 25 минут болады, жүгіресіз, көрсетесіз. Міне, мындай салмақ тастадым. Айнаға көрсетеді өзін. Арықтаған кәдімгідей әдемі видео да, ал жемедім деген ол енді қиындау негізі. Сосын неге мына ютубта барлық кинолар жоқ? Барлық кинолар мысалы Google-дан ғана таба аламыз да, ал ютубтан кейбіреулер бар полностью, а кейбіреулер тек фрагменттер. Олар ұрлап салғандар. Ютубта негізінде ол бәріне бан береді. Авторский право қорғайды, кино сіз көре алмайсыз ғой. Менің ойымша былай. Жоқ, бар, мен жоқ деп жатқан жоқпын. Ол паленый өтіп кеткендер ғой. Менің ойымша былай болды да, ютубта барлық кинолар болу керек деген. Ақша төлегендер көре берсін, пожалуйста. Фильмі деген тұрады астында жағында. Басасыз, сатып аласыз, көріңіз. Netflix, YouTube барлық нәрсе ақша ғой. Киген киіміміз, ішкеніміз, жегеніміз бәрі ақша. Кино тем более ақша ол. Қаншама бюджет кетеді киноларға. Біздер левый сайттарда көрген незаконный екен ғой. Незаконный бәрі, иә. Ақша төлеп жатқан жоқпыз. Жоқ, иә, Netflix-тен көресіздер, Netflix-тің каналы. Потому что біздер сондай пиратский заманда өмір сүргеннен кейін бәрі на халявы да бізде. Фильм на халявы, анау, мынау, бәрі бесплатно, тегін, ақша төлегіміз келмейді. Бірақ каждый нәрсеміз ақша тұру керек. Америкада солай музыканы сатып алады, музыканы. Spotify. Ау? Spotify сонда Иә. Артлист, мысалы. Тегін музыкалар бар. Тегін беріп қоятындар бар. Ол үшін подписка жасайсың, поделиться етесің, анау қылам, да. Ютубтың өзі тегін музыкалары да бар, беріп қояды. Сіздерге барлық ыңғайлық жасап қойған. Енді сабақ осы, YouTube осымен бітеді, келесіде басқа кісілер жауап беретін шығар, енді сабақ береді. Асхат мырза, Қанат мырза, Талант мырза, может. YouTube осымен бітеді. Сабақ қалай болды жалпы? Сұрақтарыңыз бар ма? Действиеге кірсеміз ба? Үй жұмысы жоқ. Үй жұмысы, короче, постоянно осылай жүрсеңіздер болды. Жұмысқа кірсеңіздер. Иә. YouTube-та өмір сүріңіздер. Иә. Керек емес, короче, шығып кетсем уже просмотр қосыламын или қосылмаймын. Қалай?
бір видеоға кірдіңіз. бір видео кірдім, сразу мысалы кірдім, бір 5 секунд қарадым, шығып кеттім. Иә. Просмотр Қосылады просмотр. бір басқа Просмотр деген сол. Просмотр ол қарадым просмотр. Ал қайтадан көрсең де сол тағы қосылады. жоқ. Бір аккаунттан емес, бір аккаунттан деген зат жоқ. Когда өзіңіздің видеоңызды өзіңіз қара просмотр жинаймын деген ол оны біледі оны. А біреудікін 10 рет қарасаңыз 10 рет просмотр. Потому что сіздің хақыңыз ғой көру ол. Біреу мысалы ол бір рет санайды. Музыка содан көбейеді ғой. Әйтпесе ол просмотр қалай ол 120 миллион просмотр. Бір адам 100 рет көреді оны. Басқа адамға салады. Жазылады. Сіз басында неткеніңіз болған жоқ па? Достарыңыздан, знакомый, попросить етіп көрші, пожалуйста. Сондай ой болған, бірақ сұрамадым, потому что пайдасы жоқ екен. Мен үлкен просмотр жинағанда көрдім да. Қайда дедім, мен айттым. Өйтіп ол сосын ойландым, мына іс болмайды дедім, короче. Халыққа қашан жалдым? Көп болса 100 просмотр жинадым. Не ол 100 деген? Маған деген 10 мың керек. 100 мың керек маған. Ал попробуй 100 мың адам табу сен. Лучше мен контентқа не қыласың да? Качество емес, контент дерзкий болу керек. Качество обязательно бәрі талап етіледі. Бірақ сіздерде качество бере алсаңыздар, мәселе сода болып тұр ғой. YouTube-ты мүмкіндігін айтайын тағы да. Адамдардың каналын алып жүргізсеңіздер болады. 150-200 мыңға, 300 мыңға. Тағы да бір плюсы бар сол. Сол жақтан клиент әкеліп, сценарийді сол жақтан болса. Қазақстанда эксперттер көп, Алматыда, тем более. Алматыда жүрсеңіздер, аямай ақша жасау өтетін жер ғой, Алматы деген. Инстаграм жүргізгенде ғой. Иә. Зато ұялмайсыз. Жақсылап жүргізсеңіз, Инстаграмда жүргізу қиын негіз. Подписчик әкелесің, бірақ пайда жоқ та бәрібір ше. Бір тиын келмейді да оған ше. Ал YouTube-та уже ол бренд қалыптастыра бастайды. Сосын ақша төлейді да оған. А ол рұқсат сұрамайды ба обязательно? Знаменитый кісі. Сіз жайлы. Ол енді келісіп қой содан. А если рұқсат сұрамай? Болмайды онда. YouTube-та үйреніп аласыздар да тастайсыздар ғой былай. Директіне. Коммерческое предложение. Бізбен жұмыс жасасаңыз былай. Біздер подписчик көтеріп береміз, бренд қыламыз сізді. Бізбен жұмыс коммерция ұсыныстың өзінің заңдары бар да. Қалай? Просто так. Салам алейкум, мен сен YouTube жүргізіп берейін, давай деген болмайды да. Бірінші бастайсыз. Ол да болады. Иә. Сен кімсің? Сен компанияң қандай? Менің компаниям мынандай проблема шешеді. Біздің компанияда жұмыс істегендер мынандай подписчик жинайды. Этот қызметі. Сценарий жазып береміз. Мынау, короче, 7-8 қызмет. Біздермен жұмыс істегеннен кейін, короче, қалай болады деген результат қой, короче, айтқанда. Соңында телефон номер, ақша болды. Жалпы сол, енді бүгін сабақ бітті ғой. Болды. Сау болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мен түсіріп алу керек еді.